Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қарын бүрме жасаймыз. Бізге басты қажетті ингредиент ол қарын. Қарынды жақсылап тұзды суға салып жуып аламыз, және иісі кету үшін лимон сығындысы қосылған салқын суға салып жуып тазалаймыз. Ішіне қосатын етімізді татымына қарай тұз, қара бұрыш және пиязды қосып, араластырып маринад етіп аламыз. Маринадталған етімізді алып, дайын болған қарынның ішіне рет-ретмен орналастырамыз. Бұл жерде осы еттің жанына сіздер картопты қосып бірге пісіріп алсаңыздар да болады. Әйтпесе мен секілді бөлек пісіріп дастарханға ұсынсаңыз да болады. Еттің барлығын қарынның ішіне орналастырамыз. Пиязын салып, соңында 1 стакан су құямыз. Су бізге етті құрғап кетпеу үшін қажет. Видеода көрсетілгендей етіп қарынның аузын жинап тігіп аламыз. Тігіп дайын болған қарынды қазанның ішіне салып, қарын бататындай етіп су құйып, баяу отта 3 сағатта пісіріп аламыз. Біздің қарын бүрмеміз пісіп дайын болды. Өте жұмсақ және өте дәмді болып шыққан. Дастарханға ұсынатын кезде мен картопты дөңгелек күйінде 10 минут суға пісіріп алдым. Одан кейін қатты қызып тұрған майға 2 шеті қызарғанша картопымды қуырып алдым. Осы қарын бүрменің жанына картопты орналастырамыз. Өзіміздің фантазиямызға қарап әсемдеп шықсақ болады тағамды. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын. Және де менің каналымда көптеген тәттілердің, тағамдардың, сусындардың рецепттері бар. Каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп кетіңіздер.